Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кез келген дастарханға сән беретін рулеттер мен сырный шарики дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге жұмыртқа керек, үкіштен өткізген ірімшік, және де 2 ас қасық манная крупа және майонез. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл массамен кез келген тартылған етті орап рулет жасай беруге болады. Барлық масса біркелкі болып араласқан соң оны формаға құямыз. Оны біркелкі етіп, 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Видеода көрсетілгендей әрмен қарай 160-180 градус аралығында қызып тұрған пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Мен салмасына тартылған тауықтың етін алдым. Үкіштен өткізген сәбіз бен пияз, оған тұз бен бұрыш дәміне қарай қостым. Жақсылап барлығын араластырып алдым. Ірімшікті жұмыртқалы массамызды фольгаға теріс бетінен орналастырып алдым. Оның үстінен дайын болған салмамды видеода көрсетілгендей орналастырып шықтым. Барлық салмасын біркелкі етіп орналастырып болдым. Енді рулет қылып ораймыз. Тығыз қылып орауға тырысыңыздар, өйткені тураған кезде ол шашылып кетуі мүмкін. Енді рулетімізді дәл осылай тығыз етіп фольгамен орап шығамыз. Қызып тұрған 180 градуста пеште 45 минут пісіріп аламыз. Әрмен қарай екінші рулетіміз дайындаймыз. Жаңағындай ірімшікті жұмыртқалы масса дайындап алып, оның үстінен аскөк сеуіп шығамыз. Болмаса краситель қоссаңыздар да болады. Екінші салмамыз ол сиырдың тартылған еті. Үкіштен өткізген сәбіз бен пияз барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Тұз бұрышын қосуды ұмытпаңыздар. Бірінші рулетте көрсетілгендей омлетімізді фольгаға теріс бетінен аударып аламыз. Оның үстінен дайын болған салмамызды біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Егер салмамыз ваш қолға жабысып жатса, қолыңызды сулап, дымқыл қолмен жақсаңыз қолдарыңызға жабыспайды. Салмамызды орналастырып болдық. Енді оны рулет қылып ораймыз. Тығыз қылып ораңыздар, өйткені тураған кезде ол шашылып кетуі мүмкін. Рулетіміздің сыртынан тағы да фольгамен орап шығамыз. Сомен қызып тұрған пеште 45 минут пісіріп аламыз. Пештен шыққаннан кейін фольгасын алып тастамаңыздар, әбден суытып алыңыздар. Енді үшінші рулетіміз дайындаймыз. Бұл етті рулет. Ол үшін бізге тартылған сиырдың еті, үкіштен өткізілген пияз және бір жұмыртқа. Тұз бұрышын дәміне қарай қосып алыңыздар. Барлығын біркелкі етіп араластырып, фольгаға видеода көрсетілгендей жайып шығыңыздар. Фольгамызға орналастырып жайып шықтық. Енді шеттерін текстеп аламыз. Оның үстінен бумага нориді орналастырамыз. Жетпей қалған жеріне бумага нориді кесіп салсаңыздар болады. Енді осы дайын болған салмамызды рулет қылып ораймыз. Бұл кезде бізге көмекке лопатка келеді. Силиконовый лопаткамен осылай видеода көрсетілгендей жасасаңыздар, рулет оңай оралады. Дәл осы рулетті тауықтың тартылған етімен де жасасаңыздар болады. Ең бастысы ортасына бумага нориді қоюды ұмытпаңыздар. Рулетті орап болған соң, бұны да фольгамен орап, шеттерін тығыздап байлаймыз. Қызып тұрған пеште 45 минут пісіріп аламыз.
Келесі кезекте бізде сырный шарики, ол үшін бізге үкіштен өткізілген ірімшік қажет, жұмыртқа, тұз және де ұн қажет. Барлығын бір келгетіп жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған соң кәдімгідей құс жасағандай қолымызбен домалақтап отырып жасаймыз. Бұл жерде мен тарелкаға ұн сеуіп алмаппын. Сіздерге ұн сеуіп алуға кеңес беремін, өйткені дайындап жатқан кезде олар тарелкаға жабысып қалуы мүмкін. Дайын болған сырный шарикиларымызды бауырсақ сияқты қызып тұрған майда екі бетінен қуырып аламыз. Дәмі өте керемет, дәмді болып шығады. Кез келген дастарханымызға сән беретін біздің рулеттеріміз дайын. Әсіресе жаңа жылдық дастарханға дайындауға кеңес беремін. Дәмдері де өте сондай нәзік, дәмді болып шықты. Сіздермен бірге болған арайлым. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.